Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Тікелей эфирге. Құрдас дос шықты. Керемет. Жақсы. Өздерің қалайсыздар? Үйде қалай отырсыздар карантин уақытында? Мен мына закрепитті жаза алмадым. Кеш жарық. Ақтөбе. Астана қалай? Алақай. Дұрыс. Мен мынаны жаза алмайым. Кешіресіздер. Дұрыс па, дұрыс емес па? Адамдар жиналып жатыр ма сізме деп өзі. Нет. Ештеңе істей алмадым. Режиммен бері закрепление жасап қиын екен маған. Кеш жарық, құрметті көрермендер. Міне тікелей эфирде бүгін кезекте Алақай қуыршақ театрының актері Мұратұлы Нұрат сіздердің алдарыңызда. Және осындай кезекті эфирде өзімнің кезекті ертегімді айтып берейін. Бәрін жиналсаңыздар, бастайын. Жарай ма? Олай болса, дұрыстап орналасып отырып алыңыздар. Мен ертегімді бастайын. Тағыда кеш жарық. Ал ертектің аты балалар. Түлкі, қойшы және аю. Ертеде, бір ертеректе, бір қойшы қой бағып жүрсе, бір түлкіні бір аю қуып келе жатқанын көреді қойшы. Сол түлкі қашып келе жатып, бір ескі тамның жіңішке адам бойлы кішкентай ғана есікке түлкі кіріп кетеді. Артынан аюды кептеліп қалады кірем деп. Кеудесі сыйғанмен бөксесі сыймай қалады. А түлкі тамның ішін басқа тесікті тауып сырттан шығып, жаңағы аюдың артына келеді. О қасқа әрі бұрыламайды, бұлай да шыға алмай кептеліп жатқанда, артына мазақтап, сарп етіп қашып кетеді. Сөйтіп, осының бәрі қойшы көріп тұрады. Енді жаңа қойшы жақындап келе жатса, аю әрең дегенде қайтадан шығып, жан-жағына қараса, қойшыны көреді. Қойшыны көріп, «Ей, бері кел!» Қойшы айтады, «Кім, мен бе?» «Жоқ, қасымдағы қой қайтам. Әрине сен, жақында бері». Қойшы жақындап, қорқып жақындап келеді. Сен не көрдің?» дейді аю. Қойшы айтады, «Мен не көрейін? Бір аюға бір түлкі мазақтап артына сарп етіп қашып кетеді. Соны көрдім» дейді. Аю ашуланып, ыза болып, «Егер де осыны біреуге айтатын болсаң, мен сені жеп қоямын» дейді. «Мен ешкімге айтпаймын» деп сасқалақтайды қойшы. «Жарайды. Әйтеуір айтатын болсаң, мен сені жеймін» деп аю кетіп қалады. Кешкісін қойшы ауылына келгенде, ауылдастардың бәріне жаяды не болғанын. Оның балалар өлең қоп, әндетіп, ойнап жүреді. Осының бәрін естіген бір күн аю ыза болып, ашуланып,
ертені қой бағып жүрген қойшыға келіп: «Ей, сен не? Тірі жанға айтпаймын деген қайда? Мен сені енді жеймін» дейді. Қойшы жыламсырап: «Маған 3 күнге рұқсат берші, үй ішімен ағайын туысқандармен қоштасып келейін» дейді. «Жарайды» дейді аю. 3 күнге рұқсат деп аю кетіп қалады. Қойшы далада жылап отырады. Қайда барарын білмей. Сол кезде жанына түлкі келеді. «Ей, қойшы, неге жылап отырсың?» дейді. «Ойбай, осылай да осылай. Енді осының бәрі сенің кесірің. Енді өлетін болдым. Ойбай» деп жылап отырады қойшы. «Ей, үндеме. Аюдан құтылатын бір амалын табам. Бірақ сен маған не бересің?» «Ойбай», қойшы айтады, «сұрағанды берейін». «Иә, айта бер» дейді. «Маған сенің бүйрегің керек. Осыны бересің» дейді. «Жарайды» деп қойшы келіседі. Сосын түлкі қойшыға айтады: «Ауыңа бар да, үлкен қапшық алып кел. Аю келгенде, анау жерде мен бұрқыратып шаң шығарайын». Аю сұрайды: «Бұл не?» деп. Сол уақытта сен айтасың: «О ханның баласы, әйелі аюға жерік болып, соған аюды іздеп жүр» деп айтасың. Аю қорыққаннан: «Мен қайқы тығылам» деп сасқалақтайды. Сол уақытта қапшықты көрсете қой. Аю қапшыққа кіргізіп алды, шоқпармен соғып ал дейді. Сөйтіп, екеуі түлкі мен қойшы уәделесіп, түлкі кетеді. Сосын қойшыға аюдың өз уақытында аюда келеді. «Енді мен сені жеймін» деп тұрғанда, анау жерден бұрқыраған шаңды көреді. «Ей қойшы, анау не?» деп сұрайды. «Анау не бұрқыраған шаң?» «Ой, о деген жаңағы ханның баласы ғой. Оның әйелі аюдың жүрегіне жерік болып, сол аюды іздеп жүр» дейді. «Ойбай, қойшы, ей қойшы, сен мені бір жерге қайда тығылсам екен, сен маған көмектес» дейді. Сол уақытта қойшы қапшықты көрсете қойды. Аю қапшыққа кіріп кетеді. Қойшы болса оның сыртынан мықтап тұрып шекпен байлайды, шоқпармен жақсылап тұрып соғып алады. Енді түлкі келеді, күлімсіреп: «Енді маған бүйрегіңді беретін уақыт келді, кәнекей» дейді қойшыға. Қойшы қипақтап, жыламсырап, белбеуін шеше бастайды. Белбеуін шешкен кезде, сол 3 күн бойы уайым мен дәм татпай жүрген қойшының іші шорылдайды. Түлкі құлағын тоса қояды. «О не? Қыңсылаған» дейді түлкі. «Ой, дүнеу күні бір тазының күшігін жұтып қойып едім. Сол енді үлкен тазы болды. Ішінен шығайын деп қыңсылап жатқаны ғой» дейді. Түлкі қорқып: «Ойбай, қойшым, ендеше екеуміз дос болайық. Сен тазы шығып кетпесін, жарай ма? Сен оны ұстай тұр, мен қашып кетейін» деп түлкі қаша жөнеледі. Сөйтіп, қойшы аюдан құтылады. Түлкінің өзінің үйреткен қулығын пайдаланып, түлкіден де құтылады. Міне осы аю, түлкі, қойшы деген ертегіміздің соңына жеттік. Қанеке, ұнап жатыр ма? Қанеке.
мен бір тағы да қош келдіңіздер. Кеш жарық қосып жатқандарыңызға. Мені танитындарың болса білетін шығарсыздар, білмесеңіздер айтып қояйын. Алақой қуыршақ театрының актері Мұратов Нұратұлы. Мен сіздермен тікелей эфирде ертегі айтып отырмын үйде. Ал енді екінші ертегімізге көшейік. Екінші ертектің аты балалар. Құрметті инстаграмда отырған, эфирде отырған достар. Ертектің аты егінші мен қасқыр. Ой болса, қанеке бәріміз орналасып, жақында қосылғандарың ертегімізді тыңдайық. Баяғы өткен заманда ертеректе бір егінші таң сәңгірден егін орып, шаңқай түсте талдың көлеңкесінде демалуға отырады. Сәл тынығып алғаннан кейін, аздап тынығып алғаннан кейін, қолына нанын алып, жей бастайды. Дәл сол кезде бір үлкен қасқыр келіп, егіншінің қасына келеді. Ей адам, не жеп отырсың? Деп сұрайды. Нан, дейді егінші. Маған да наныңнан берші, дейді. Егінші нанынан бір үзіп қасқырға береді. Нан қасқырға ұнайды. Сондықтан о егіншіге мындай тілек білдіреді. Қасқыр айтады егіншіге: сенің тамағың дәмді екен. Мен де күн сайын осындай тамақ жегім келеді. Сен маған үйретші. Егінші айтады: жарайды. Алдымен жер жыртасың. Одан соң тырмалайсың. Содан соң нан бола ма? Жоқ. Жерді жыртып, тырмалап боласың. Содан кейін тұқым әзірлеп себесің, дейді. Содан кейін нан бола ма? Жоқ. Күзде қара бидай егесің. Сосын қыс өткенін күтесің. Сосын көктемде көгеріп шыға келеді. Сол уақытта нан бола ма? Жоқ. Әлі жазды күтесің. Жаздың соңғы айларында сол бидай піседі. Сол уақытта нан бола ма? Жоқ. Қайда әлі? Қара бидайды ору, оны баулау керек. Сол бауларды жақсылап тұрып, жер бетінде қағып, күзде кептірген соң қырманға барып, маялау керек. Сол уақытта нан бола ма, жеу беруге бола ма? Жоқ. Қайда әлі? Қара бидайды жинап алған соң бастыру керек. Бастырып болған соң бидайды дерменге апарып, ұн қылып, тарту керек, дейді. Сонда ғана жеуге бола ма? Жоқ әлі. Қамыр қылып, аштып, оны илеп, пісіру керек. Сонан соң нан бола ма? Иә, содан соң нан болады, жеуге болады, дейді егінші. Бұл өте ауыр, көп уақыт кетеді екен. Бұл жұмыс ауыр екен. Бұны кәсіп етпей қояйын, деп қасқыр кетіп қалады. Мінекейіңіз, осымен ертегімізді аяқта. Сонымен айтайын дегенім, бұл ертекте ас атасы нан деген. Нанның адам өмірінде ең маңызды ас екенін, оның оңайшылықпен келмейтінін
осы ертегіде айтылып отыр. Дастарханымыз нанның қандай жолмен келетінін білдіңіздер. Ендеше сол маңдай термен, қаншама жұмыспен келген нан, сол нанның дәмі дәмді болады. Сондықтан осындай бір мақал бар. Сол есіме түсіп кетті. Еңбектің нәні татты, жалқаудың жаны тәтті дейді. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Осы нанды айтқанда есімізге баяғы аталарымыздың сөздері есімізге түседі. Сонау заманнан бері қаншама ашаршылық болды. Сол уақытта нанның қадірін білген, нанды жерге тастамаған әр уақытта, және сол уақытта, сол заманда ашаршылық көрген байдың қызы, ханның қызы дейді. Қаншама алтыны күміс болса да, алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деген. Сондықтан нанның қадірлеу керек. Керек десең, осындайда айтады ғой. Жоғарыда нан тұрса, қолың сәл жетпей тұрса, оны алатындай, сәл ғана жетпейтіндей бір астыға қоятын зат таба алмай, Құраннан басқа. Құранды қойып, соның үстіне шығып, нанды алуға болады деген. Егерде керісінше, Құран жоғарыда тұрып, басқа ештеңе таба алмаса, наннан басқа, онда нанды басып, Құранды алуға болмайды деген. Сол нанның қадірі сондай. Нанға құрмет, елге құрмет деген. Аталарымыз осындай мақал қалдырған. Әр уақытта өзіміз бір жерге жұмыс тауып, кәсіп етіп жүрсек, табыс тапсақ, әр уақытта біз айтамыз, нанымызды тауып жүрміз. Соның арқасында нан тауып жүрміз, нанымызды айырып жүрміз деп. Көрдің бе, қаншама сөздер айтылған. Сол дастарханымыздан нан кетпесін. Нан болса, ән болады деген баяғыда бір данышпан. Сондықтан айтайын дегенім, соңында мынандай сөзбен аяқтағым келеді. Нан қиқымың шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар, теріп алып қастерлеп, торғайларға тастаңдар деген. Сондықтан нанымызды қадірлейік. Дастарханымыз әр уақытта нанға толы болсын. Осы нанның арқасында қаншама тағамдар шығады. Оның арқасында батондар, мысалы бауырсақтар, жұма күндері шелпек нан пісіреміз. Тойлар бауырсақсыз той өтпейді. Мысалы өзіме ең сүйкімді тағамым, кеше ғана мына видеодан көрдім, WhatsApp-та жіберген, қазан жаппай. Соны көргенде әжемнің бар кезінде әжемнің пісірген, қазанға пісірген қазан жаппай есіме түсіп, кәдімгі балалық шағым есіме түсті. Ал енді не айтайын балалар, осымен біздер ертегімізді аяқтадық. Келесі кездескенше сау болыңыздар, ауырмаңыздар. Осындай мына жаңа індеттен тездетіп құтылып, бір-бірімізден қауышайық. Ал енді келесте осындай сағат 7-де тікелей эфирде менің әріптесім Гаухар Оралбай деген актриса эфирге шығып өзінің керемет ертегісін айтады. Келесі эфирге кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.